Армысыз, мен атым Қуаныш Шонбай. Руми Групп мейрамхана желісінің құрушысы, екінші болма атты қазір бестселлер болып жатқан кітаптың авторы, үміткер реалити шоуында бас кейіпкер, Медет Шонбай бағдарламасының авторы және жүргізушісі. Бұлардың бәрін неге айтып отырмын? Өйткені бұл жобаның қай-қайсысы болмасын бастаған кезде, бәлкім сізге де айтылғандай, маған да айтылған. Қойсай, сен Алматыда кім күтіп отыр, кім бастайды деп отыр саған, танысың жоқ, ешкімің жоқ. Кітап жазған кезде мүлдем ауыр сөздер естігем, ошағының қасында палау пісіп жүре берсейші дегендей, сен қазақ тілді кітапты кім оқиды деген. Реалити шоу түсірген айтқан, сен тез-тез сөйлейсің, сен ешкім алмайды деп. Радио бағдарлама тіпті басқаша әңгімелер естігенбіз. Кез келген нәрсе өкінішке орай бізді шектеумен болды бұл өмір. Қазақ тілді аудитория өте қатты шектелді. Анау болмайды, мынау болмайды, мүмкін емес, қиын. Кейде ойланасың, бұл өмір бізге емес, бір басқа адамдарға арналған сияқты. Бұл еліміздегі бүкіл жетістік, ақша, табыс, атақ, абыройдың бәрі бізге бір лайық емес сияқты. Сондай бір кейде ой келеді, еріксіз. Сондықтан мен өзімнің бауырларымды, інілерімді, әпкелерімді, үйде отырған қаншама қыз келіншектер бар. Сол кісілерге арнап, мынау студенттер бар, талай студенттер бар, ақыл сұрап жүрген, сол жанып тұрған, көзінде оты бар. Сәл түтіп жүрсең, көзін ашсаң бір үлкен сарқама бұлақ сияқты ойнап тұрған жүздеген адам бар, талай кәсіпкер бар, талай адамдар бар. Осы адамдар өкінішке орай осы бір таптауырындар мен бір банальный стереотиптеріне құрбан болып кетіп жатыр. Әрине қолдар тимегеннен кейін, армандарды орындамағаннан кейін біреудің армандарын жетегенде кетіп жатыр. Бұл жұмыс істеме, тек қана бизнеспен айналыс деген мағынаны білдірмейді. Жұмыс істесең де, сен өзің сүйікті жұмысыңмен. Бизнес істесең де, анау бір күнкөрістің қамы емес, өзіңді дамыту үшін, өзіңді көрсету үшін бизнеспен айналысу деген керемет бір философияға Аллаға шүкір қол жеткіздік. Осы бір философиямен, осы бір көзқараспен, осы бір дүниетаныммен сізбен де бөліскіміз келеді. Сондықтан да осы бір жобаны бәлкім сіз үшін, тек қана сіз үшін біз осы жобада арнадық. Өйткені бұл жобаның арқасында менің жоспарым тек қана мен танымайтын адамдарға емес, қасымда жүрген адамдардың да өмірін өзгерту. Қасымда жүрген көмекшім болсын, ауыл жақтағы інілерім, бөлелерім болсын, көршім болсын, тіпті болсын мен әке-шешем болсын, туған-туысқандарым болсын, соларға пайдалы, соларды өзгертетіндей, өмірлеріне бір шам-шырақ болатындай бір әдемі жоба жасағымыз келді. Сондықтан бұл жобаның бір сапасы ретінде, сапасының бір гарантиясы ретінде әрине өзімде атамның атын Шонбай деп қоймақшымын. Себебі өзім Стамбулда оқығандай кез келген компания, ол жақта кез келген бренд өзінің атын қояды. Неге? Бұл сапаның кепілдігі ретінде. Сондықтан да білмеймін, бұл қазір видеоны не үшін көріп отқаныңызды. Бәлкім бір машинаның рекламасы деп келдіңіз, бір тегін ұтыс лотерея деп ойлап келдіңіз, білмеймін не үшін келгеніңізді. Бірақ бұл жоба шынымен де сіздің өміріңізді өзгертетініне сенімдемін. Неге? Өйткені алдында біз ондаған, тіпті жүздеген кейстерді көрдік. Ол туралы әрине кейін көрсететін боламыз. Өзінің әке-шешесін сабап, мамасымен төбелесіп жүрген адамдар дос болды. Мен бітті, бизнесім болмайды деп бір 2-3 жыл бойы өзінің жасаған бизнесін тек қана айына бір 100 мың теңге тапса таппаса жоқ. Сөйтіп жүрген адамдар қазір Құдайға шүкір миллион теңге тауып жатыр. Кеше ғана қорқып, тығылып, налоговый көрсе, полицейскийден болса қорқып жүрген адамдар қазір сейт құрып жатыр. Базарда әйтеуір сауда жасап жүрген адамдар қазір қаламыздағы бір белді бизнесмендер болып жатыр. Бұндай кейстер өте көп. Папа әкесінің қинауымен бір өзінің қаламайтын профессиясына кетіп барқан адамдар қазір қаламыздағы немесе республикамыздағы мықты бір мамандар болып жатыр. Сондықтан бұл философия, бұл көзқарас, бұл өзгеріс методикасы, әдет немесе бір өмір шынымен де әр қазаққа мен керек деп ойлаймын. Сондықтан да өзімнің баяғы ұстаздық кезімде еске ала отыра, жалпы бір өтіп кеткен борыш болар, төленер борыш болар, өзіміз өсіп, өзіміз дамығаннан кейін қазір әрине өзім Құдайға шүкір қаласам Америкаға барам, қаласам Европаға барам, қалаған адамдармен кездесем, бірақ көптеген адамдардың қолында ондай мүмкіндігі жоқ. Сондықтан да сол мүмкіндікті сіздерге беру үшін, сізге де көмек болу үшін осы жобаны бастап отырмыз. Қош келдіңіз. Ары қарай бұл жобаға байланысты тағы да толығырақ ақпарат берілетін болады. Сізбен бірге осы жобада кездесемін деген, сізбен бірге сіздің байыған, бақытты болған, қызықты өміріңізде кездесемін деген үмітпен Қуаныш Шонбай ары қарай жалғастырайық. Әрине бір жыл бойы бір жобаға фокусировка жасау өте қиын. Бұны өз басынан да білем, жалпы енді қасымыздағы адамдардың нәтижесінен де байқауға болады. Сондықтан біз бұл жобаны екіге бөлдік. Біріншісі 90 күн,
екіншісі 9 ай деген. Неге 90 күн? Өйткені мен өзім байқап та жүрмін, жалпы біздің ғалымдар, Ибн Синадан бастаған ғалымдар, кейін мұнда келгенде көптеген нейробиологтардың бір айтуы бойынша, Павловтан бастап айтсақ болады, бұл 21 күннен кейін адамда әдет пайда болады дейді. Бірақ түсіну керек, шынайы болу керек, 21 күн бойы бірінші жаңағы мәртеден 21 күн бойы адам шыдамайды, арасында бұзып қояды, үзіліп қояды. Сондықтан қазіргі соңғы ғалымдардың айтуы бойынша бұл 66 күн дейді. 66 күнде әдет қалыптасады. Бірақ 90 күнде адамға ол табиғат болады. Сондықтан біз бұны 90 күнге бөліп отқан себебіміз, адам егер 90 күн бойы бізбен бірге бүкіл айтқан тапсырмаларымызды, жаттығуларымызды, үй жұмысын істейтін болса, 90 күннен кейін адамға даму деген, өзгеру деген, үздіксіз өзгеру деген әдет бұл табиғатына айналады. Сондықтан біз 90 күнге өте қатты маңыз беріп отырмыз. 90 күнде біз егер жасасақ, жасадық. Егер 90 күнде біз сіздермен нәтиже ала алмасақ, онда 1 жыл болуы екіталай. Сондықтан 90 күн біз үшін өте маңызды. Одан кейінгі 9 ай осы 90 күннің әдетінің жалғасы ретінде қабылдаса болады. Сондықтан бұл жоба 1 жыл. 1 жылдың өзі ішінде сіз танымастар өзгеруге бет қалыптастырасыз, оған бет аласыз. Бірақ 90 күн бізге маңызды. 90 күнде не болады? 90 күнде қатты қиын нәрсе де емес ол. Былай қарасаң бір қиналатын сияқты. Бірінші нәрсе, бірінші айында, алғашқы 30 күнде бұл физиологияға қатысты нәрселер. Өткенде мен пост жазып сторис салып жатырмын, елдің бәрі таңғалып жатыр жаңағы. Бірінші мәселе бұл ұйқы. Армандап жатырмыз, упаковка, маркетинг, диджитал, айлық даму тақырыптар көп, бірақ ұйқы мәселесі көп адамда үлкен проблемаға айналып тұр. Сондықтан ұйқыны қалай реттейміз деген бірінші тақырыптан басталады. Екінші мәселе бұл расслабление дейді ғой, адам өзі кішкене напрягаться етпей, өмірге ойнап күліп, бұны да физиологиялық жағынан қарайтын боламыз. Әрине бұлардың бәрі ғылыми жұмыс. Бұл менің фантазиямдан немесе бір тәуіп атамыздың ақсақалдың әңгімесінен шыққан нәрсе емес. Үшінші нәрсе әрине бұл адамның ішкі энергиясын арттыру, оған да жаттығулар арқылы беріледі. Алғашқы 90 күннің алғашқы 30 күні осы 3 мәселеге біз назар аударатын боламыз. Және одан кейін екінші айында бізде назар аударатын нәрсе бұл эмоционалды интеллект. Кешеден бері жаңағы энергияның жалғасы ретінде әңгіме болып отыр. Кешеден бері қараса көп адамның болашаққа деген үрей, бір нәрсе жасайын десе қорқады, бір сасқалақтайтын нәрсесі бар, өкпесі бар, бір сенімсіздігі бар. Бұл нәрселердің бәрінен бір талқыға алып осы мәселені шешу керек екенін түсіндік. Өйткені бұл әңгімеге біз кейде назар аудармаймыз, бірақ бұл әңгіме кейде ішімізді жеп, үлкен бір бастамалардың кедергісі болып жатыр. Одан кейінгі тақырып екінші айдың бұл әрине армандау мен жоспарлау, нысана қою, нысана таңдау. Өйткені көп адамдар қазір армансыз өмір сүріп жатырмын дейді, қиналып жатырмын дейді. Бұл мәселені де ғылыми түрде дінімізге қарсы емес нәрселермен жасайтын боламыз. Одан кейінгі нәрсе қабілетті анықтау. Бұл алғашқы 90 күннің екінші айында болатын нәрсе. Былай қарасаңыздар, рахаттандық, демалдық, ұйықтадық, одан кейін жақсы жағымызды анықтадық, армандадық, кішкене өкпемізді жойдық. Енді не болады? Енді әрине жасау керек. Сондықтан алғаш 90 күннің 3-ші айында біз сіздермен затокқа байланысты, кайдзен жүйесіне байланысты, жалқаулық деген мәселені, әрине отказдан қорқпау деген мәселені біз қолға алатын боламыз. Қайттан қайталаймын. Бұл 90 күн біздің 1 жылдық марафонның фундаменті. Сондықтан бұны бағана өткенде де бір адам айтқан, Қуаныш, не болды? Соншама тегі бір курс, университет деп айтып жатсың, бұл тақырыптар не ол серьезно емес қой деп. Бұдан артық мен серьезно тақырыпты шынымен білмеймін. Өйткені мен араласқан талай мықты адамдардың бәрі осы мәселені шешіп болғаннан кейін барып өзінің өмірін өзгерткендерін айтып жатыр. Бұған әрине ғылыми дәлелдерді келтіреміз, бірақ бұл ғылыми дәлелдерді сіздерге тапсырмалармен бірге қасына плюс деп онлайн журнал беріледі. Сол журналда қай жерден алды, қай ғалым айтты, не болды, қандай тәжірибе болды деген қарапайым сұрақтарға жауап алатын боламыз. Әрине 90 күн бойы енді құр бата жүрмейді деген сияқты қазақтарда өзімізден де білеміз ғой, үлкен подарок болса жақсы деп. 90 күн бойы кімде-кім тапсырмаларды мейлінше сапалы, жақсы, уақытылы істейтін болса, олар екінші турға өтетін болады. Ол не деген сөз? Екінші тур дегеніміз бұл тапсырма орындағандардың арасынан, мысалы біз жоспарлап отырмыз, алғашқы лекте мысалы үшін 2000 адам дерлік. Оның енді әлемдік статистикада 7% өтеді екен.
біз жоспар бойынша оны 50%-ға өткізгіміз келеді. Сонда біз егер 50% адам тапсырмаларды дұрыстап орындайтын болса, бұлар екінші бөлімге өтеді. Екінші бөлімде бізде екі үлкен жақсы сюрпризіміз бар. Біріншісі, бұл екінші турға өткен адам ішінен 10 адамды таңдап, біз өзімізбен бірге шетелге алып кетеміз. 5 немесе 3 немесе 5 күнге. Бұл неге? Өйткені шетке сыртқа шығу, бұл жүздеген кітаптың кейде болады бір ондаған тренингтің нәтижесін беретін өзімізді көрдік. Сондықтан шетелге бару біз үшін маңызды. 10 адамды таңдап аламыз. Әрине, бір адамға біз алдында да айтқандай, суретінде көрген шығарсыз, бұл Toyota Camry автокөлігін беретін боламыз. Міне көліктің техпаспорты, міне кілт, міне машина. Бұл қалай болатын нәрсе? Әрине, жалпы қазақта баяғыда жеребе деген болған. Ең әділет нәрсе өзі, ең әділет нәрсе тағдыр дейді. Жеребемен көп нәрсені шешкен. Бізде жалпы концепция өзгелермен жарыспай, өзіңмен жарысу. Жалпы түсіну керек, бұл жоба негізі білім алу, немесе бір ұтыс, немесе басқа емес. Бұл жоба адамның трансформациясы, өзгеру жобасы. Сондықтан негізгі жеңіс бұл адамның өзгерген өмірі. Алайда бұл әңгімені қызық қылу үшін біз әрине осындай бір сыйлық беріп жатқан жағдайымыз бар. Өткенде маған біреу айтады, не лотерея ме деп. Бұл лотерея емес. Сіздер төлеген ақыңызды білім алу үшін немесе өзгеру үшін төлеп отырсыздар. Ал мыналар әшейін қосымша бір сюрприздер. Сондықтан бұл жеребе арқылы таңдалатын сыйлықтарды ойлаймын, бәрі әділетті түрде болады. Өздеріңіз қарайсыздар, керек болса нотариус шақырамыз. Ол жерде ешқандай қитұрқы болмайды. Бұнымен қоса да әрине атымызды қойғаннан кейін әділеттік жағынан өзіміз назар аударатын боламыз. Тек қана өзіміз өзгере бермей, жалпы бұл білімнің зекеті ретінде осы бір жобаны сіздерге ұсынғым келеді. Төменде тұрған заявка қалдыру, мен қатысамын деген бұл түйме, кнопка, бұл жай ғана түйме, кнопка болмауы мүмкін. Бұл бәлки де сізге айтылған, сенің қолынан келмейді, әлі уақыт келген жоқ, әлі жассың, уақытың өтіп кетті, енді ғана бала босандың ғой, не қыласың, немесе бос іспеттес көптеген шектеулерге айтылатын сіздің жауабыңыз болуы мүмкін. Бәлки де бұл кнопка сіздің өзгерген, бақытты болған, табысын еселеген, қызықты бір өмірге апарар үлкен есік болуы мүмкін. Сондықтан қорықпаңыз, арнайы бір керемет уақыт күтпеңіз. Дәл қазір төменге заявка қалдырыңыз, жаңа өмірге сізбен бірге жол бастауға мүмкіндік беріңіз. Бұл жоба арнайы сіз үшін жасалған, жұмыс істейтініне сенемін. Сондықтан Шонбай онлайн университетінде кездескенше.